Ассалаумағалейкум. Мынау жүйткіп келе жатқаным міне. Жұмыстан келе жатқан түрім. Сол кеше Instagram парақшамнан жақсы бір жаңалықтар естіп қатты қуандым. Өткенде естеріңізде болса, мен Көкшетау қаласында өзім сияқты қазақ жанашыр жігіттер 3 жігіт болып үшінші сұраған. Біздер Көкшетау қаласына 19 көшеге қазақ аттарды бердік деп. Мен сол кезде айтқанмын, Қостанай облысындағы Рудный қаласына сол нәрсе қашан келеді екен деп едім. Күн ұзамай, Құдайға шүкір, Құдайға мың қатты шүкір, жолдың үстінде келе жатырмын ғой. Періштелер әумин деді ма? Құдайға шүкір, кеше Instagram парақшадан толассыз келіп жатыр. Ленина көшесі, біздің ең үлкен көшеміз. Соған Абай Құнанбаевтың көшесін беретін болды. Екінші үлкен көшеміз 5 октября дейді. Мен 50 жылдық көшесі деймін де қоям қазақшалап. Ол көшеге Ахмет Байтұрсынов көшесін беретін болып жатыр. Сосын кішігірім 1-2 көшелерге тағы да қазақ аттарды береміз деп толассыз бізге де жақсы хабарлама келіп жатыр. Қазақ елі құтты болсын. Бізге де Құдайға шүкір келді сол күндер. Сол жолда мынандай жүйткіп жүру, сол артымыздағы ұрпақтарға сол жолдың, сол көше аттарын қандай немен келгенін бәрін таныстырып, сол ізімізге ерген ұрпақтарымыз сол жүріп көшелерде Абай көшесі мен Ахмет Байтұрсынов қиылысында тұрмын деген жақсы тілек мына құлақ естетін болсын. Тағы да бір мәрте қазақ елі құтты болсын, қазақ көшелерің. Қоянды айтсам құлағы көрінеді дейді. Ол нәрсе айтылды ма, демек ол нәрсе келеді ертең бізге де. Көп ұзамай, Құдайға шүкір, сол нәрсе болады деп ойлаймын. Тағы да бір мәрте алға қазағым.